لكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Құран бұл Алланың сөзі, сырға толы сандық, бақ тегілген егістік, ақиқаттың теңізі мен сауаптардың өзені, даналықтың бұлағы, ғылымның атасы. Бұл сөздердің төресі, құлшылықтың кемесі. Ендеше бұл аса мейірімді, ерекше рахымды болған Алланың сөзі емей, кімнің сөзі? Құран. Құран сені жоқтан бар еткен ұлы жаратушының саған жіберген хаты. Білімдердің қайнары, берекенің өзегі. Мұсылманның қорғаны, даналықтың орманы. Имандыға тура жол, жүректердің шипасы. Құран. Құран. Шипа? Және кешірім. Құран адамзат баласының жүрегіне тыныштық сыйлайтын. Бұл дүниеде және ақыретте азаптан аман болуына кепілдік беретін жер бетіндегі жалғыз кітап. Құран мұсылманға сүйінші. Құранды ашқанда сенің жүрегің ашылады. Сенімің артады, иманың күшейеді. Ей Алланың құлы, Құран оқымағаныңа қанша болды? Құран. Алла бұл кітапты сөреде тұру үшін сүрген жоқ. Құран деген мынау кітап. Бұл Алланың сөзі. Бұдан алыстасаң, Алладан алыстайсың. Бұл сенің өмір жолындағы ең маңызды, құнды азағың. Сенің Құранға деген қарым-қатынасың қандай? Құранның саған деген қарым-қатынасы қандай? Құран сенің қияметтегі ұлы шапағатшың. Құранда 30 аяттан тұратын бір сүре бар. Қияметте сол сүрені оқыған адамға ол бүкіл күнәлары кешіріліп, жәннатқа кіріп кеткенше шапағат етуін тоқтатпайды. Сен Құранды әлі ашпадың ба? Ей мұсылман, сіздің үйде Алланың сөзі жоқ па? Құран оқылған үйге шайтандар жоламайды. Құран. Сен Құран жатқа білесің бе? Жүрегіңді Құранмен толтыр. Тазарсын, нұрлансын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрегінде Құраны жоқ адам қираған үй сияқты деген. Құран. Құранда қиямет туралы аяттар келген кезде мұсылман жыласын. А егер жыламаса, жыламайтын болған үшін жыласын. Құранды меңгерген адам ақ пен қараны күндізді түннен ажыратқандай ажыратады. Құран. Абдулла ибн Аббас, егер кімде-кім өзінің Алла алдындағы дәрежесін білгісі келсе, Құранға деген қарым-қатынасына қарасын деген. Бала шағасына Құранды үйреткен ата-ана жәннатта нұрдан тәж киеді. Әлемде ең көп оқылатын, ең көп таралған, Алла тағала бүкіл кемшілік пен қатеден аман еткен жалғыз мұғжиза. Құран оқумен жүректер тыныштық табады.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткен керек. Адамзат баласына берілген сансыз нығметтердің ішінде Құраннан асқан құндылық жоқ. Ол баршамызды тура жолға нұсқайтын Алланың сөзі. Екі дүниедегі бақытымыздың кепілі, жанның азығы, дерттің дауасы. Кім Құранды жақсы көрсе, Алла да оны жақсы көреді. Кім Құранды тыңдаса, Алла оны ғаламат сыйлықтармен сүйіншілейді. Ал кім Құранды оқыса, қиямет күні Құран оған нұр болады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сөзінде жүректерді су ішіндегі темір сияқты татпасады. Құран оқу жүректерді тазартады деген. Егер сенің бойыңды дерт меңдесе, Құран оқы. Алла дертіңе шипа береді. Себебі Аллах тағала Құраннан мүміндерге шипа және рахмет түсіреміз деген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фатиха сүресінде барлық ауруға шипа барын айтқан. Дүниеде рахатқа бөленіп, мәңгі өмірде азаптан құтылудың бірден бір жолы Аллаға жақындау. Бірақ ешбір адам Раббысына Алланың сөздерінен артық еш нәрсемен жақындай алмайды. Сен білімің мен тақуалығыңның артқан қалайсың ба? Анаңнан жаңа туған кездегідей жүрегіңнің таза болуын аңсайсың ба? Өлшеусіз сауаптарға кенеліп, иманның ләззатын сезінгің келе ме? Онда Құран оқы. Құран жер бетіндегі жалғыз кітап. Оны оқыған адам үшін, тыңдаған адам үшін, дүниеден қайтқан әруақтарға сауабын бағыштасаң, әрбір әрпі үшін аса жомарт Аллах тағала сауап жазады. Зерттеулер барысында Құран кәрімнің көптеген мұғжизалары әр түрлі қырынан ашылуда. Солардың бірі Құрандағы ұғымдар тепе-теңдігі. Адамзатты тура жолға бастап, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиятын Құранның осы бір тұсының өзі ойлайтын адам үшін жетіп артылмай ма? Ақиқаттың ұлы кітабы Құран кәрімнің әлемдік ғылымды дамытуға, адамзат баласының дүние танымы мен көзқарасының қалыптасуына, рухани жан дүниесінің кемелденуіне тигізетін ықпалы, қосқан, келешекте қосатын үлесі өте сүбелі. Сондықтан да орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой Құран кәріммен терең танысқаннан кейін Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде пайғамбар екенін түсініп, ислам дінін мойындаған. Әлемде қаншалаған ойшылдар мен данышпандар Құранның кереметін суреттеуге сөзі, кестелеуге тілі жетпей тамсанып өтті десеңізші. Мысалы, Букел өз сөзінде Құранды түсіну үшін адамға энциклопедиялық білім керек. Ислам дінді де, ғылымды да бір-бірінен бөліп қарастырмағанына мен енді таңғалмаймын. Өйткені қазіргі заманда ғылым қаншалықты биік жетістікке жетсе де, дінмен одақтас болып келеді. Тіпті ғалымдар кейбір нақты ғылыми жетістіктерді тереңірек түсіндіру үшін Құранның аяттарына жүгінді деген. Ойлан бауырым, пайдасы ұшан теңіз ілімді меңгеруге сен неліктен ерінесің? Сол ізгі жандардың ізінен еруіңе не кедергі? Құран арқылы адам Алланың құдіретін танып біледі, тура жолға түседі, ақ пен қараның ара жігін ажыратады. Жүрегіне иман, жүзіне нұр ұялайды, бойына көркем мінез құлықтарды қалыптастырады.
әрбір әрпін оқығаның үшін ондаған сауаптарға, әрбір аятына амал еткенің үшін жүздеген жақсылықтарға, мыңдаған игіліктерге жолықтыратын мұндай кітап әлемде тек біреу ғана. Ол Құран. Құранның қасиетіне назар аударыңызшы. Әлемде Құранды әрбір сөзін, әріптерін, үтір нүктесіне дейін қалдырмай жатқа білетін қаншама қарилар бар. Ал Құраннан басқа кітапты жаттап алған жанды кездестірер ме екенсіз? Кімде-кім рухының азығын Құраннан іздемесе, оның өмірі, болашағы мен ақыреті құрдымға айналмақ. Ал кімде-кім Құранмен етене жақын болса, жадынан тастамай жаттап жүрсе, онда Алла оның отбасын бақытқа кенелтеді, жүрегіне тыныштық орнатып, уайым қайғыдан арылтады. Ендеше арзан күлкі, мағынасыз мақсаттар, мәнсіз амалдар уақытыңды ұрламасын. Өміріңді Аллаға сүйікті болған тура жолға арна. Жәннатқа барар жол ізде, Құраннан қол үзбе. Қараңғылық дәуірде адамзатты надандықтан азат етіп, жарыққа жол бастаған Құран қиямет күніне дейін ғаламға өзінің нұрын, сәулесін, шуағын шаша бермек.